Бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Біздің келесі тақырыбымыз хезитациялық кідіріс. Анар ханым, кідірісті біз түсінеміз. Хезитациялық дегеніміз не? Жалпы хезитациялық кідіріс дегеніміз не? Осыны бізге түсіндіріп берсеңіз. Кідіріс дегенді өткен бір аудио курсымызда айттық. Енді хезитациялық кідірісті бастаған кезде мен өзім сөзімді деген хезитациялық кідірістен бастадым. Түсінген боларсыз. Кідіріс сөз ағымы кезіндегі толқынның үзіліп қалуы. Яғни ешқандай дыбыс шықпай, толқын үзіліп қалады. Осыны кідіріс дейді. Ал хезитациялық кідірісте белгілі бір дыбыстар айтылады, толқын үзілмейді, дыбыстық толқын, бірақ тыңдаушы оны бәрібір кідіріс ретінде қабылдайды. Себебі ол бір жай ғана ешқандай мағынасы жоқ дыбыстардың жиынтығы болады. Ол деген дыбыстар, сол сияқты деген жөткіріну дыбыстары, осындай кідірістерді тіл танушылар хезитациялық кідірістер дейді. Бұл туралы журналистер де жақсы білуі мүмкін. Өйткені ауызша сөзге дайындаған кезде оларға осы ауызша сөздің нормаларын, ауызша сөздің ерекшеліктері туралы ақпараттар береді. Ал енді қарапайым тіл үйренушілер үшін немесе ауызша сөзді пайдаланушы біздің тыңдармандарымыз үшін айтатынымыз осы хезитациялық кідірістерді дұрыс пайдалану керек. Хезитациялық кідірістерді қолданудың уәжді себептері болады, уәжсіз себептері болады. Енді уәжді себептері, уәжді деген түсінікті ғой енді. Уәжді себептеріне кейбір физиологиялық ерекшеліктер жатуы мүмкін. Мысалы, сөйлеп тұрған адамның сол сәтте тамағы ауырып тұруы мүмкін, онда ол уәжді, енді амалсыз сондай әрекеттерге, сондай хезитациялық паузаларға барып тұр. Немесе сөйлеп тұрған адамда енді сондай бір ерекшелігі болуы мүмкін. Өзі сөйлеген кезде бір тілінде бір кекеш адамдарда әсіресе болады, осындай нәрселер. Ондай кезде уәжді, онда енді ештеңе де алмаймыз. Ойлану барысында, мысалы, ойлану барысында да. Бір күрделі сұрақ қойған кезде, тосыннан сұрақ қойған кезде, сөйлемінің басын бастап ары қарай оны жалғастырам деп ойланып отырған кезде, осындай хезитациялық паузаны қолданғанда, онда уәжді қолданысқа жатқызамыз. Енді уәжсіз қолданысы қайта сол қолдана беруді уәжсіз дейді. Өйткені, мысалы, екі сөзіңіздің біріңізде содан кейін дегенді айта берсеңіз, онда сіздің уәжсіз болатын себебі тыңдарман сіздің ойыңызды түсіне алмай қалады. Одан кейін керісінше жан ашып кететін сияқты. Жан ашып кетеді. Енді бір қызығы, қазіргі кезде мынандай бір құбылыс пайда болды. Бізде енді сөз мәдениетінің ғалымдары, осы академик Рабиға Сыздықова апайымыз паразит сөздерді көп қолданып жүр. Осы құлаққа түрпідей тиеді, осыны қою керек деп проблема көтеріп жүр. Ол өте дұрыс. Олардың ішіндегі ең бір қазір белсенділік танып кеткен паразит сөз жаңағы деген сөз. Жаңағы, яғни, жаңағы, демек деген. Мен енді осыларды да хезитациялық паузаның бір түріне жатқызар едім. Өйткені кейбір адамдар жаңағы, яғни деген сөзді ойының келесі бөлігін сабақтап алу үшін қолдана тұрады. Одан құтылудың жолы неғұрлым сөйлеген кезде алдымен сөйлемей жатып, яғни толқын шығармай жатып, сөзіңіз не туралы болатынын ойластырып, құрылымын жасап алып барып сөйлеген абзал. Ал енді оның ең бір күшті жолы сөйлей беру керек, дағдылану керек. Шаршытоп алдында сөйлеу дағдысын жетілдіру үшін практикаңыз көп болу керек. Ол үшін міндетті түрде күнде шаршытоп жинаудың қажеті жоқ. Ол үшін орта деген жетіп жатыр. Базардағы сатушымен сөйлессеңіз де, дүкендегі сатушымен сөйлессеңіз де, көршіңізбен амандасып қал сұрасаңыз да, есіктің алдында балаларыңызбен ойнап жүрген басқа ауланың балаларымен сөйлессеңіз де, енді ондай тілдік орталар қазір көп қазақ тіліндегі. Солардың әрқайсының алдында тоқтамай сөйлеп үйренсеңіз, осындай хезитациялық паузалардан бірте-бірте құтыласыз. Рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.